Ұлықпанның ұлына айтқаны. Ұлы ер жеткен шағында Ұлықпан баласына: «Ұлым, адал еңбек ет, кедейшіліктен қаш. Кедейшілік иманды әлсіретеді, адамгершілікті жояды. Жақсы ниетті жойып, кей кездері ұрлық іске, екіжүзділікке мәжбүрлейді. Екіншіден, мұқтаждық пенденің еңсесін езіп, жігерін жаншып тұрады. Аяғыңа тұсау болады, отбасы жанжалына да жиі себеп болады. Үшіншіден, кедей адамның қадірі болмайды. Дұшпанның табасында боласың. Сұраған адам қайыршы, ұрлаған адам қарақшы деген, тіленшек деген атқа қаласың.